Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, құрметті тыңдарман. Бұл каналдан тыңдайтындарыңыз өмірде болған уақиғалар, кейіпкерлердің өздерінің айтуымен жазылған автордың көркемдеуімен сіздерге жеткізіп отырмыз. Ендеше лүпілмен пікірді аямайық, қазақша контентті қолдау да, көтеру де сізбен біздің қолымызда. Ал біз бастаймыз. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Күн мен ай. 3 бөлім. Мен жұмысыма кеттім. Есіл дертім үйдегілердің жай күйі. Мен артын ойламай неге бірден Гүлфиямен қатынас жасадым. Маған не көрінді? Мен осы кім болып барам? Мен олардың жан күйзелісін неге ойламадым? Мен не білдірдім? Екеуін де жылатып кеттім деп өзімді жеп жүрмін. Кешке үйге келдім. Дәмділеп жасалған кешкі аспен үшеуі қарсы алды. Зульфия көңілді, әңгімешіл болып жарқырап отырды. Гүлфия үндемей төмен қарап отырды. Гүлфайрамен біраз ойнап, сосын оны ұйықтаттым. Қонақ бөлмеге барсам, Зульфия мен Гүлфия мені тосып отыр екен. Үшеуміз таң атқанша сырластық, ақылдастық, бір шешімге келдік. Гүлфияға сіңлісінің өтінішін орындау оңайға түспеген, ол басқа еркекпен бас қосам деп армандамаған екен. Туыспыз ғой, ол ел не дейді, жұрт не дейді деп уайымдайды. Оған еш туыстығымыз жоқ, ол бір. Екіншіден, әкеміз қосып кеткені себеп екенін айттық. 2 күн бірге болып әбден үйренісіп, сосын мұсылманша некеге отырып, Құдайдың алдында Гүлфия жарым болды. Мен неке қиылған түні Гүлфиямен қалдым. Зульфия Гүлфайраны алып заставаға кетті. Күндер өте мен өзіме Гүлфияның керек екенін түсіндім. Алғаш күндері өте қиын болды. Зульфиядан бәрібір ұялып, қысылып жүрдік. Ал Зульфия аса қатты өз сезімін көрсете қоймады. Оған да оңай емес екен мен сезем. Сонда да ол ең бақытты жан болып көрініп жүрді. Нағыз күн болып жарқырап жайнап жүр. Ол қызғанбайды, жабырқамайды. Біз Зульфия екеуміз заставаға бірге тұратын күндеріміз де көп. Оңаша қалған кезде мен Зульфияға еш суымағанымды байқаймын. Зульфия да өзгермеді, сол қалпы еркелеп аймалап балқып жатқаны. Арада 3 ай өтті. Мен келесі сапарға шығарда Гүлфияның үйіне кеш бата келіп қонып кеттім. Гүлфияның ыстық құшағы ерекше. Тағы бір ай жұмысымда болып оралғанымда Зульфиям қуанышпен қарсы алды. Ол Гүлфияның аяғы ауыр екенін айтты. Сонымен менде қызық өмір басталды. Мен күнім Зульфиямен күндіз бірге боламын, түнде айым Гүлфиямды сүйемін. Сүйем. Оған деген махаббатым мүлде басқаша жанды. Мен Зульфияны жек көріп кетпедім, оны да жақсы көрдім, аяладым, құрметтедім, бағаладым, бірақ мүмкіндік болса түнімді Гүлфиямен өткізгенді қаладым. Солай 9 ай 10 күн дегенде Гүлфиям 2 ұл туды. Менің есім ауып түсті. Әке болғанның не екенін сол кезде түсіндім. 44 жасымда әке атандым. Төбем көкке 2 елі жетпеді білем. Перзентханадан 5-еуміз бірге Гүлфияның үйіне келдік. Сол кеште Гүлфия Зульфияға қарап отырып: «Сіңлім, сен өз бақытың, ең қымбатың, махаббатыңды менімен бөлістің. Міне, оның бізге берген байлығы. Мына 2 ұлды да бауырыңа басам десең де мен саған сөз айта алмаймын. Бөліп алам десең оған да көнем. Әкем айтқан Мағжан беліндегі ұрпақ өмірге келді. Енді Құдайым осыларға ғұмыр берсін. Мен ұл да сүйгем, қыз да сүйгем, баладан айырылғанның не екенін жақсы білем. Сондықтан егер өзім аламын десең, маған бауыр бастырмай, қан жылатпай тез алып кет. Мен осы 9 ай көтеріп жүріп, арты не болар екен, қалай болар екен деп уайымдаумен болдым. Арман қарай мені қинамашы», деді. Мен не айтарымды білмей Гүлфияға да Зульфияға да жаным ашыды. «Жаным әпке, олай деме, сен бізге бақыт сыйладың, алғысым шексіз. Енді осы балаларды бірге өсіріп жеткізейік, қуанышын бірге көрейік, сен тек қызғанба. Мен қалаған баланы қойныма алып жатуыма рұқсатыңды бер. Бұлар ер жетсін, сосын өздері бізді таңдар», деді Зульфия. Гүлфия жылап отырып басын изеді. «Балалар өмірімізге көп өзгеріс әкелді. Біз ренжіспедік, бір қалыпта араласып жүрдік. Мен 46-ға келгенде зейнетке шықтым, жұмысымды ауыстырдым. Көбінше уақытымды отбасыма арнағым келді. Менде бақандай 2 отбасы бар. Араға 1,5 жыл өтпей, мен тағы 2 ұлды болдым.
Ол менің түндегі шексіз сүйгенімнің нәтижесі ме деймін. Егіздің сыңары Гүлфиям егіздетіп ұл туып есімді шығарды. Зульфиям үлкен ұлдарды толық бауырына басты. Гүлфайра екі үй ортасында өсіп жатыр. Мені әкем деп қабыл алды. Бізде қалаға көшіп келдік, ауласы кең, бақшасы бар, жер үй алдық. Гүлфия пәтерін кеңейтіп 3 бөлмеліге ауысты. Мен 50-ге толғанда қызды болдым. Мен үшін өмір енді басталғандай болды. Бас қатқанның әкесі енді болды. Күндіз күнмен жүріп, түнде айды сүйіп деген әуен өшті. Енді жас балаларымды жеткізуім керек, оларға дұрыс тәрбие беруім керек, тату өсіруім керек деген мақсат мойныма жүктелді. Гүлфия талапшыл болмады, ол өте жуас екен. Бір кездегі еркек шора қыз, батыл, өжет, шыдамды жан екен. Сонымен қатар ол үй шаруасына да өте ұқыпты, аспаз, дайындаған асы тілі үйретін. 6 баланы Зульфия екеуі өте тәрбиелетіп өсірді. Мен әскери адам болған соң ұлдарымды қаталдықпен тәрбиеледім. Мен екі сөйлемеймін. Зульфия менімен дауласып қалатын, ол әдеті бұрыннан бар еді. Зульфия ренжіп отырып еркелей білетін. Гүлфия еркелемейді. Ол өте мейірімді, ол жұмсақ, айтқанға көнгіш, балажан. Гүлфия жұмысты қойып үйде отырды. Зульфия жұмыста жүрді. Ол үлкен 2 ұлды ұйықтар кезде үйге әкелетін. Қалған уақытта 6 бала Гүлфиямен бірге. Гүлфия сабақтарын қарайтын, балабақшаға апаратын, әкелетін ас суын даярлайтын, тазалықтарын қадағалайтын. Менің қайын жұртым біздің бұл өмірімізді қабылдады. Бір ауыз артық сөз айтпады. Өз туыстарым менің балалы болғаныма қуанды. 2 әйелі бар, еркек атандым. 2 әйел қызметтерін тең жасады. Тек Гүлфияның баққан ата-анасы қатты ренжіді. Басқа еркек құрып қалды ма, жүр соларға қор болып деп теріс қарады. Біз бақыт дедік. Саған ұрпақ сыйлаған әйелге деген құрмет уақыт келе ұлғаяды екен. Мен Зульфияға қарағанда Гүлфияға көп көңіл бөлетін болғанымды байқамай жүрдім. Маған Гүлфияның жанында уақыт өткізу өте қызықты болды. Гүлфияның балаларды қарауы, күтуі, оларды еркелетіп сөйлегені қызық. Гүлфияның нәзік жүрегіндегі махаббатты баршамызға тең жететініне таң қалатынмын. Оның мейірімді көзқарасы, епті қозғалысы, салмақты сөздері бәрі мені өзіне тартатын. Жылдар өте мен тек Гүлфияның қасында қалғым келетінін білетінмін. Ал Гүлфиям ақылды еді. Ол мені Зульфияға итермелеп, жанына көп қалдыра бермейтін. Зульфияға жиі баруым керек екенін ескертіп, шығарып салатын. Кейде мен еркектік мінез көрсетіп, Зульфияға бармай да қоятынмын. Сол кезде Гүлфия қулыққа салып, балаларды ортаға салып, амалын тауып жіберетін. Не себеп болды білмеймін, мен уақыт өте келе Зульфияға жоламайтын болдым. Той томалақ, жиын, отырыс, кездесулерге Зульфияны жарқыратып, киіндіріп, ертіп апаратынмын. Ондай жерлерге Гүлфия үзілді-кесілді бас тартып бармайтын. Мен сол тойларда отырып, жанымда Гүлфия болмағанына қиналатын болдым. Бұрынғыдай шаттанып қуана алмайтын болдым. Ойым, Гүлфия балалармен қиналып қалмады екен деп тұратын болды. Ол ойымды Зульфия оқып отыратындай көрінді. Көңілсізсің ғой. Балаларды ойлап отырсың ба? Деп сұрап та қоятын. Я, бар ойым балаларда, мүмкін қайтамыз. Қартайғанда балалы болсаң осы екен деп күліп қойып, сол жиын тойдан ерте қайтатынбыз. Пәтерге кіргенде күлімдеп алдымыздан шыққан Гүлфияны көргенде мен кең тыныс алып жеңілдеп қалатынмын. Гүлфияның қасында қалғым келіп, өзімді соның қасында байлаулы адамдай сезінетінмін. Зульфия үлкен ұлдарды ертіп кетіп қалатын. Солай 5 жылдан артық уақыт өткен соң, мен өзімді Гүлфияның жанынан кете алмайтындай халге жеттім. Гүлфия маған барынша қарсылық білдіріп, екі үй ортасында жүр деді, мен олай жасай алмадым. Зульфияға суып кеттім, жолағым келмей қалды. Үлкен ұлдар бір жолар Зульфияның қасында қалды да, мен Гүлфияның пәтеріне көшіп келдім. Кіші қызым нәзік, өте сүйкімді, маған өте жақын болды. Ұлдар аналарына жақын еді. Мен оларға қатал болған соң, олар еркелейді алмады. Менің ойымша, ер адам еркелемеу керек сияқты болады. Қартайғанда көрген ұрпағым болса да, мен ұлдарымды солай тәрбиелеп, өзімнен сәл алыстатып алғандаймын. Еркем де, тәттім де, нәзігім болды. Мен сияқты қартайғанда көрген бақытқа екі әйелді әпкелі сіңлілі. Күндес өтіп қол жеткізген адамда ең ауыр, ең қиын жағдай екен. Құрметтейін десең де,
Артық сөз айтайын десең де жалтақтап отырасың. Мен бақыттымын, ұрпағым бар. Ұл да қыз да сүйдім. Енді неге таңдау жасауым керек? Неге екі үй ортасында жүре бермеймін? Тәңірім-ай, Зүлфияға неге жақындай алмай қалдым? Неге Гүлфияны көрмесем өмір сүре алмайтын халге жеттім деп көп ойланам. Зүлфияға барам, бір шайын ішем, үлкен ұлдарды қадағалап қойып, кеш бата үйге сыймай, Гүлфия жаққа елеңдеп тұрам. Зүлфия терең күрсініп қояды да: «Макс, сен Гүлфияға барсаңшы, ұсақ балалармен қиналып қалмасын» деп алдаусыратады. Осы сөз тосып отырған мен құстай ұшып Гүлфияның үйіне қалай келгенімді ұқпай қалатынмын. Оны құшақтап, шашынан иіскеп жатып, тынышталып, ұйқыға кететін едім. Мен Зүлфияның азаптанып жүргенін сезсем де өзімді баса алмадым. Тоқтата, тежей алмадым. Жылдар өте менің өз үйім болып, Гүлфияның үйі қалыптасты. Ешкімді тыңдамай, мен барар жеріме Гүлфиямды ертіп апарып жүрдім. Қызымды көтеріп аламда, ұлдарды ертіп алып көп қыдыратын болдық. Гүлфияның үй шаруасына бір уақыт босап, жарқырап, жайнап, күліп жүргенін қаладым. 10 жыл біз Гүлфиямен біргеміз. Соңғы 4 жыл мен тек Гүлфияның жанында болдым. Зүлфияның қал жағдайын сұрап, көмегімді беріп, екі үлкен ұлға қамқор болдым. Мен Зүлфиямның сырттан көңіл көтеріп жүргенін сездім, оған кедергі болып тыйым сала алмадым, себебі оны бұзған мен өзім едім. Зүлфия 50-ге жетпей менсіз қалды, мен өзімді оған итерсем де бара алмадым. Жылдар өте мен осындай боламын деп ойламағанмын. Маған ой келді. Мен Зүлфияның басын босатқым келді. Ол жас. Мүмкін көңілін табар ер азамат жолықтырар. Екі ұл соныкі, мен тартып алмайым, тек ол да мен сияқты бақытты болсын. Сөзге қалып, жаман әйел деген ат жабыспасын деген ой болды. Сөйтсем, Аллам берер өмір жолы басқа екен ғой. Достарым, таныстарым маған қызығатын, тоқал бәйбіше ұстап отырған азамат деп отырған жерде жар салатын. Сол бәйбіше тоқал ұстау оңай емес екенін уақыт өте түсіндім. Зүлфия бағынбайтын болды. Еркектермен ашық жүретінді шығарды. Ер жетіп қалған ұлдарым намыстанып Зүлфиядан қашатынды шығарды. Ол араққа салынып, топ еркектердің ортасында отырған жерінен талай сүйреп шығарып үйге әкеліп жүрдім. Маған сенің қойныңа Гүлфияны салып, ұрпақ сүйіп, бақытты боласың деген ойды айтқан әке сымағыма лағнет айтам. Ол қақпас не білді? Ол түк те білген жоқ. Сен бақытты шығарсың. Бірақ мен бақытты емеспін. Мен бала сүймеген қубас бейшарамын деп өкіріп жылайтынды шығарды. Гүлфия саған ұрпақ сүйгізген соң менен артық болды. Сен оны менен артық жақсы көресің, уайымдайсың, қасынан шықпайсың, бос уақытыңды тек соған бөлесің. Неге солай болды? Неге мені жек көріп кеттің? Әлде сен менің басқа қылықтарымды біліп қойдың ба? Дейді тістеніп. Ол не басқа қылық? Дедім ойланып. Зүлфиям қарқылдап күліп алды да, мен жас кезімде жас солдаттармен көп қатынаста болдым. Таңдап, сұлуымен, мықтысымен болатынмын, дейді. Мен Зүлфияның сөзін естігім келмей үйден кетуге есікке беттеп едім. Зүлфия қолымнан шап беріп: сен менен жеркенесің, я? Сен сездің, сезесің, бәрін сездің. Мен анам сияқты жалап болдым дегенде итеріп жіберіп шығып кеттім. Зүлфияның сөзін миыма қорыта алмай күйіндім. Сонда қалай? Өтірік, ол өтірік айтты. Әдейі мен ыза болсын деп айтты деп сандалып көшеде ұзақ жүрдім. Алғаш жылдар көшіп бара жатқанда қайнатамның: балам, қызымды алысқа кетесің. Бақытты болыңдар, қыз жат жұрттық қой. Бірақ балам, сен Зүлфияға сәл қаталдау бол. Ол ерке, айтқанына көне берме. Мына жерде бауырлары бар, мен отырған соң сәл де болса сескенетін. Ел жұрт деп ұялатын. Анасы жақсы адам, тәйт деп отырды. Енді ол сенімен жеке топ еркектер арасында болады. Сен оған қамқор бола тұра қаталдық танытып уысыңа мықтап ұста. Деген сөзі құлағыма келді. Сонда атам не айтпақ болды екен? Мен сонша жыл неге сезбедім? Неге маған ешкім айтпаған? Ай, өтірік деп көшеде сандалып жүрдім. Гүлфияның үйіне келіп таңды оймен атырып,
Таң атар атпастан Зульфияның үйіне бардым. Ол ояу терезе алдында тізесін құшақтап отыр екен, мен қасына келгенімде: «Мағжан, сен кеше естіген сөзге сенбей келдің. Ол сөздер рас, мен қара бетпін. Мен жалап едім. Сен сорлы соны да білмедің. Мен сенің бастықтарыңмен де көңіл қосып, сені ауыстыруын өтінетінмін. Бір жылға келген солдаттың басын шырайын алдырып қатынасқа барғанды жақсы көрдім. Мен сондай жаман болған соң, Алла маған ұрпақ бермеді. Есіңде ме, әкем айтып еді ғой. Есіңде болсын, жаратқан өзі біледі, кімге ұрпақ сүйгізеді, кімге сол бақытты бұйыртады. Оған қарсы болмауымыз керек. Ал Зульфияға сондай бақыт бұйырмаған екен, ол оның басына берген бір жаза шығар, әлде ата бабамыздың күнәсі шығар деп. Мен сол анамның күнәсін жуушы болуым керек еді. Мен оның күнәсін жалғаушы болып өмір сүрдім. Мен саған айтпай-ақ тыныш өмір сүрем деген, бірақ мына құтырған тоймайтын нәпсім өзіне құл етті. Мен тынышталмадым, ақыры бетім ашылды. Бар шындық осы, деді басы салбырап. Мен қарап тұрдым да: «Біз ажырасамыз. Сосын білгеніңді жаса», дедім. «Мен саған кіммін? Сен мені адам құрлы көрмей тұрсың ғой», деді Зульфия жақындап келіп. Шыны керек, бар пәрменіммен салып кеп жібергім келді. Өзімді ұстадым. «Мен саған Гүлфиядай періште жар сыйлап, бала сүйгіздім. Ең құрғанда сол жақсылығымды ескерші. Ол менің апайым еді ғой. Мен оны көндіріп едім ғой», деді дірілдеген дауыспен. «Зульфия, бұл жерге Гүлфияны араластырмаш, ол сені өте қатты жақсы көреді», дедім. Гүлфияның Зульфия үшін уайым жеп жүргенін жақсы білетінмін. «Я, Гүлфия мені жақсы көреді, мен білем», деп Зульфия орындыққа отырып қалды. Мен үйден шығып көп ұзамай артыма қарасам, Гүлфия Зульфияның үйіне асығыс кіріп кеткенін көрдім. Ұзақ әңгіме болатынын түсініп, балаларға кеттім. Сол кеште Гүлфия үйге келмеді, ертесі түске жақын келді. Мен жұмысқа жиналып жүргем. «Мақаш, сенен өтініп сұрайым, сен Зульфиямен ажыраспа», деді. Сондай жалынышты көзқараспен. Мен ойланып тұр едім. Ол енді әрі ондай жолға бармайды. Ол енді сені ренжітпейтін болады. Қаласаң, бәріміз бір үйде тұрайық. Мына үйді жалға берейік. Оның қасында болайық. Үй үлкен. Балалар бірге болсын, бөліп жармайық, деді. Мен адамның сөзін үндемей, сөз соңын тосам. Гүлфияның арғы ойын тез түсініп, «Сол үйге көшейікші», дедім. Ойым, бәріміз бір жерде болсақ, Зульфия жаман жолға түспес деген еді. Араға бір ай уақыт салып, Зульфияның үйіне көшіп бардық. Біз барған соң, менің ойымша керемет өмір басталғандай болды. Балалар сабақта, Зульфия екеуміз жұмыста, кешке бірге астанып, бөлмемізге кіріп, әркім өз шаруасымен болады. 2020 жылдың ақпан айының 26-сы еді. Аяқ астынан Гүлфияның қызуы көтеріліп ауырды. Жедел жәрдем шақырып ем-дом алдық. Таң атқанша Гүлфиям демала алмай қиналды. Таң ата есінен айырылды. Қайта жедел жәрдем шақырып, олар Гүлфияны алып кетті. Ол ауруханаға түсті, есін жимай жатып, бір аптаға да жетпей көз жұмды. Әлемді жаулаған кесел келіпті, менің Гүлфиямды алып кетті. Маған да, Зульфияға да оңай болған жоқ. Біз өмірден көп нәрсе күттік, не бір сынақтан өттік, қаншама қиын кезеңдерді жеңдік. Сонда да Гүлфиядан айырыламыз деген ой еш ойымызда болмады. Ол ауырдым деп шағымданған жан емес еді. Кіші қызым енді 5-ке келген болады. Гүлфиям бар болғаны 48-де еді. Одан бері 3 жылдан астам уақыт өтті. Зульфия балаларға анасының жоқтығын білдіртпей жүрсе де, мен жалғызсырап қалдым. Мен жапан далада жалғыз қалғандаймын. Әлде Зульфия бар көңілін, бар уақытын балаларға арнап маған дұрыс қарай алмай жүрме? Әлде мен қартайып қалдым ба? Мүмкін менің нақ сүйгенім Гүлфия болды ма? Түсіне алмадым. Міне, 2 аттасам 60-қа да жетем. Сонда мен осы өмірімді ары қарай Гүлфиясыз сүрем бе? Жыл өткен сайын қиындап бара жатқанын сезінетін болдым. Гүлфияммен аз уақыт өмір сүрдім, сол аз уақыт ең бақытты кезең болды.
Иә, отбасы расымен тек баласымен ғана бақытты екен ғой. Балаларым әлі мектеп оқушылары, болашақтары алда, ал менің болашағым қорқынышты. Зүлфия өзгерген, 6 балаға ие болып бүкіл әлемді ұмытқан. Ол менімен тек өмір сүреді. Мен жарқыраған күнім Зүлфиямен өмір сүріп жүрмін, ал айым, сүйген айым Гүлфиям жоқ. Деп ағай терең күрсініп терезеге қарады. Кеш батып қалыпты. Терезе сыртында жаңа ай туылып, қылдай болып ағаш арасынан сәулесін шашып тұр. Екеуміз тең иіліп сәлем беріп бет сипадық. Айға ұзақ қарап үнсіз тұрдық. Бар бақыт бала деп ойлағам. Олай емес екен. Бар бақыт жаныңды түсінетін жанының жаныңда болған екен. Мен Зүлфияның да жалғызсырап жүргенін сезем, оған да Гүлфия керек. Оған менен арман керек. Зүлфия өз бақытын Гүлфия арқылы тапты, бірақ сол бақытты ол Гүлфиямен бірге көрсе, одан ары бақытты болар еді. Ол Гүлфияны қара жер қойнына салған күні басындағы бақытты бірге көмгендей, енді онда тек мына балаларды жылатпай, аналарын жоқтатпай, жетімдікті білдіртпей жеткізу мақсаты ғана қалған сияқты. Ол өзін Гүлфиясыз бақытты болуға қақысы жоқтай санайтындай. Қалған өмірін бала-шағаға құрбан еткен. Мен де ол да жақсы білетініміз, Гүлфияның көзі 6 бала бізге аманат, солармен біз бақытты болуға тиіспіз. Гүлфайра 18-ге толып университетте оқиды. 4 ұл да озат, кенже қызым да өте ақылды. Мен Зүлфиямды кешірдім, енді оны Аллам кешірсін. Дегенмен біз бақыттымыз. Қайнатам осы бақыттың боларына сенген екен, тек Гүлфиям көрмей кеткені өкінішті. Біз Гүлфияны еш қашан ұмытпаймыз. Гүлфия бізге бақыт сыйлап кетті. Қарындасым, мен саған ішімдегі жан сырымды ақтардым. Сен осыны қағаз бетіне түсірші. Осылай аяқталсын. Деп ағай есікке беттеді. Автор. Өмір сүріп күнменен, айды сүйдім түндемен, деген өлең шумақтарына келетін өмір жолы екен. Ағай Зүлфиясын күндеп, Гүлфиясын ай деп, әңгіменің тақырыбын өзі күн мен ай деп қойды. Сүю деген зор бақыт екен ғой. Дегенмен Зүлфия да Мағжанды сүйді. Мағжан да Зүлфиясын сүйгені сүйді ғой, сонша жыл сәбейлі болмаса да тастамай өмір сүрді. Ал кеш ашылған Гүлфиямен болған қатынас ол аманатқа құрмет шығар деп ойлаймын. Қанша дегенмен Гүлфия 4 ұл, 1 қыз өмірге әкелді. Сонымен қатар Гүлфия талапшыл болмады. Ол шын жақсы көрді, сыйласты, мейірімді болды. Бастарына қонған бақыт өте ауыр жолмен келсе де, бұл кісілер өте бақытты. Ағай мен Зүлфия бір баласынан Гүлфияның көзін көрсе, бір баласынан мінезін, дауысын, жүрісін көріп отыр. Ол екеуі үшін деген үлкен бақыт қой. Зүлфия апайдың осы әңгімені жазарда рұқсатын беріп, мен күнәһар болдым. Періште ол көкте ғана. Енді мен сол періштем Гүлфиямның аманаты 6 баланы алаламай дұрыс тәрбие беріп жеткізу міндетімен қалдым, және сол міндетімді орындаймын. Ал Мағжан жалғыз емес, оның 6 баласы бар. Оның да мойнында осы аманаты бар, деді. Түйінін өздеріңіз айтарсыздар ағайын. Әңгіменің соңы. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы. Сіз не айтасыз, құрметті тыңдарман? Лүпіліңіз бен пікіріңізді күтеміз.